Сәлем достар, бүгін сіздермен Казак Пост. Бүгінгі видео тегін интернет жайлы болады. Алдағы видеода осыдан кейінгі видео компьютерде қалай тегін интернетке қосуға болады, сол жайлы алдағы видеода түсіретін боламын. Ең бірінші сіздер осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Және де біздің каналға кіріп ең қызықты видеоларды көріңіздер. Мысалға, телефонды қалай компьютерге айналдыруға болады, немесе инстаграмда көптеген подписчиктерді қалай көбейтуге болады, телеграм жайлы, тіпті Windows телефонның тарихы жайлы көптеген ең қызықты видеолар біздің каналда бар. Біздің каналға кіріп, сол видеоларды көрсеңіздер болады. Және Майнкрафт жайлы ең қызықты керемет видеоларда бар. Егер алдағыда компьютерге тегін интернет қалай қосуға болады деген видеоны көргіңіз келсе, осы видеоға лайк басып, комментарийға жазып кетіңіздер, сөйткенше түсіретін боламын. Әзірге осы телефонға қосу жайлы видеоны көріңіздер. Мен қазір сіздерге екі жолын көрсететін боламын. Бұл екі жолында сіздер ютубтан көрген шығарсыздар, өйткені көп. Басында мен анамен күн жайлы түсіргенмін, ол істемей қалды. Біраз болды, мен ұбт-ға дайындалып жатқандықтан ол жайлы көп ести бермедім. Бірінші жолы бұл Slash DNS деген программа. Интернетте де, Play Market'те де бар, скачать етіп алсаңыздар болады. Немесе ссылкасын осы видеоның астына тастап кетемін. Екі программаңды сол жерден скачать етіп алсаңыздар болады. Бірінші не істейміз? Алдыңғы free user дегенде теңейміз. Одан кейінгісі парольдің жазылған, яғни точка тұрғанға теңейміз. Екіншіден сервер таңдаймыз. Бұл жерден мен мысалға мынау таңдай салайын. Алған бәрібір әрге одан кейінгісіне басып, осы Tunnel Guru DNS сервер дегенде жазамыз. Жазғанда осыны таңдаймыз. Жазсаңыздар да болады. Мына теңейміз. Одан кейінгісіне сіздер өзгеруі мүмкін 150 бірдеңе деп. Менде қазір Beeline болғандықтан мен 600-де 160 деп қоямын бұны. Енді актив болса 1080 деп қоясыздар. Одан кейін екіншісіне птичка қоясыздар да Connect дегенді басамыз. Бұда ерекшелігі интернет нормальный болады, бірақ нормальный болғанда анау айтқандай мықты болмайды, бірақ сәл минимум бір азғантай скорость төмендеу болады 3G-да. И потеря тез-тез кететіндей болады. Неден істемей қалады. Мен жаңа ғана қолданып тексерген едім, енді бұл түнде кешке жақын осылай істемей қалатын әдеті бар. Неден үйтіп жасаған кезде істеу керек. Міндетті үйтіп жасап көріңіздер, сіздерде істеуі қажет. Менде қазір связь нашар болып отыр, өйткені мен қазір қалалы жерде емеспін, ауылда болғандықтан болса істемей жатыр. Неден үйтіп істесеңіз істейтін болады. Мен сізге кепілдік бере аламын, бірақ кейбір кезде істемей қалады. Ол жағын адам көп болып кеткеннен кейін ба, ол жағын білмедім. Одан кейін Your Freedom дейді, бұл өте қарапайым. Настройкаға кіріп, настройканың астында болады, сол жерден соедини дегенді басамыз. Дәл осындай қоямыз. Мына жерде MS 28 емес 32 деп тұрады сіздерде, соны 28 деп жасасыздар. Мына жерге бір сервер таңдайсыздар, мен China дей салдым. Мына жерде DNS деп таңдайсыздар. И сосын мына жерге 80 деп жазасыз, сізде 53 деп тұрады. Сосын возвращайтесь, подключитесь. Енді бұда кез келгенде істей береді, бірақ сет өте нашар болады. Міне, уже сет істеп кетті. Көріп отырсыздар. Қазір мен ютубқа кірмей-ақ қояйын, бірақ сет айттым, ол жерде өте төмен болады. Максималды скорость секундында 128 байт болады, сондықтан төмен болады. Енді сонымен сау болыңыздар, каналға жазып, міндетті түрде осы видеоға лайк бас, комментарий жазып кетіңіз, және біздің каналға кіріп, видеоларды да тамашаласаңыздар болады. Ең қызықты видеолар бар. Алдағы видеода компьютер арқылы тегін интернетке қалай кіруге болады, сол жайлы түсіретін боламын. Енді бір-екі күн арасында түсіретін боламын. Сонымен сау болыңыздар, сіздермен болған Казак Пост.